Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді, сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ болып шығатын кереметтей балық пен балықтың уылдырығын қуыратын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен өзімізге ұнайтын балық түрін таңдап аламыз. Балықтың сыртын аршып, жақсылап жуып, тұздаймыз. Өзімізге ыңғайлы қылып бөліктерге бөліп аламыз. Мен осындай бөліктерге бөлдім. Содан соң бұл бізде балықтың уылдырығы. Балықтарды қуырып болғаннан кейін, соңынан осы уылдырықтарды қуырамын. Енді табамызға май құйып, қыздырып аламыз. Одан кейін бізге ұн қажет болады. Балықтарды ұнға екі жағын малып қуырамыз. Көбісі ұнға малымай, құр өзін қуырады, немесе сұйық кляр дайындап, соған аунатып қуырады. Енді өздеріңіздің қалауыңызша қалай ыңғайлы, солай жасауға болады. Бірақ мен үнемі осындай ұнға малып қуырамын. Сол кезде қытырлақ болып шығады. Мінекей балықтарымызды екі жағын ұнға аунатып, қызып тұрған майға қуырамыз. Балықтардың екі жағын қызартып қуырамыз. Балықты қонақ келгенде дастарханға сәндеп ұсынуға болады. Көбісі балықтың қасына тағам ұсынады. Мысалға, картоптан, күріштен жасалынған тағамдарды ұсынуға болады. Негізінде балық өте пайдалы тағамдардың бірі. Балықты асып, ухы жасауға да болады. Духовкаге буға пісіріп алсақ та болады. Ал енді балықтың уылдырығын қуырамыз. Балықтың уылдырығына кішкене ғана тұзды сеуіп, осындай ұнға екі жағын малып алып, қызып тұрған майға саламыз. Оның да екі жағын сарғыш түске айналғанға дейін қуырамыз. Мінекей достар, біздің балықтарымыз дайын болды. Өте дәмді, қытырлақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.